Аты жөнім Керімбекова Мақпал Ерлан қызы. 1990 жылғымын. 3 балам бар. Алматы қаласында тұрамыз. Мамандығым юрист. Алматы қаласы Бостандық ауданы сотында жұмыс жасаймын. Қазіргі таңда 3 баламен үйде отырмын. Біз Дорамаринға дейін мына үлкен қызым 2014 жыл туылған. Бұл 11 айында өте қатты ауырдық. Біз қызым прямо реанимацияға түсуге дейін бардық біз. Демалысы өте нашарлап, қатты ауырдық. Сосын бір танысым осы Дорамарин туралы бізге ақпарат берді, осын беріп көріңіз, жақсы көмектеседі деп. Отзывтарын оқыдым, сіздерге номерімді қалдырдым. Маған менеджер звондап, баланың диагноз туралы білді. Біз ол кезде жаңадан инфекционный больницадан шығып отырған біз енді ғана жазылып. Сосын бізге врач айтты, егер осын баланы иммунитетін көтермесеңіз, уже астма болады деп. Сөйтіп Дорамаринді алдырдық. Басында сенбедім әрине, өйткені біз оған дейін қанша витамин қабылдадық, сондай витаминдердің бірі шығар деп. Бірақ та все-таки көрейінші дедім да, балама беріп көрейін деп алдырттық. Бір курс біттік, 12 банкі, 16 банкі біз максималды түрде іштік балаға. Содан бастап мен балам ауырғанда ондай одышка болмады. Ауырады, бірақ жеңіл-желпі емдермен өтетін болдық. Одан кейін бұның запор болған, іші қатып қалады постоянно. Сол қойды. Содан кейін көзім жетті, чтоб жақсы өнім екеніне. Одан кейін екінші қызым алып беріп бастадым. Болғанда солай көмектесті. Одан кейін ұлым туласап, 4 айынан бастап осыған ішкіздім. Қазіргі кезде біз 2016-дан бастап қолданамыз бұл өнімді. Біз менеджердің айтуы бойынша қабылдаймыз, яғни өзі тағайындайды, осы уақыт жес деп, осы уақыт демаласыз деп айтады. Сөйтіп қабылдап жатырмыз. Егер де балаға көмектеспесе, біз сіздің ақшаңызды 100% қайтарамыз деді. Сөйтіп біз до анализ тапсырдық и ішіп болған кейін после анализ тапсырдық. Сол жағы маған плюс болды да, содан кейін мен сеніп алдым бұл витаминді. Содан кейін бізге врач тағайындады, ол ай сайын баланың жағдайын біліп отырды. Өйткені бұл қыз шын айтқанда өлім аузына дейін барды да, прям көзін ашпай, сондай дәрежеге дейін жетіп ауырдық. Антибиотик көп қабылдадық, біз антибиотиктен де апта сайын укол салдық, іштік та. Содан кейін бізге айтты, антибиотикті еще бұл жаңағы шығарады деді, баланың организмінен шығаруға көмектеседі деп. Сөйтіп қабылдадық, одан кейін бізге менеджер звондап тұрады, ай сайын баланың жағдайын біледі, апта сайын звондап, сондай болды. Мен осы Дорамарин компаниясына өте үлкен рахметімді айтқым келеді. Осындай витаминді шығарып отқанына өте пайдалы, өте дәрумендерге толы. Құрамында почти барлық витаминдер бар. Бізге өте қатты ұнайды. Я, қызым, сендерге ұнайды ғой? Екеуіне де прям сүйіп ішетін витаминдері.